Концертті бастан Ирина Хан өмі. Аның солистері болшалар Юлия Тинникованың Аржан Туденев. Олар Хакас пазы Алтай сарынарын толдырарының пасқы көңтиргілерінің оға шақсы ойнапшылар. Ирина Ханның чидерлер асқынақ неміз. Күлі пысты чаячылар Россия синіндегі оттыры фестиваль марағыда гран-прини қолға кергенар. Боқ шылды звезда телеканалды «Новая звезда» проекты араласқанар. Үрнемесі тізаң бұқады бірге концерт алынындылы Аржаның Юлия Қазақстанға шөркелгенар. Олар шонар аразындағы этнический сарынчыларының фестивалінде араласқанар. Хакасының ыржыларын анды өнөдін сыйық берілген. Фестиваль анда чун болған, 40 стран прай мирден келген. Анда Италиядан, Япониядан, Китайдан, Монголиядан, Бельгия, Венгрия прай жерден. Аның сценазар Алтай Республикадан келген Новая Азия өмісіған. Олы жок этнологның айғасча. Тюстен Анна Александр Трифонов. Новосибирстегі Глинканың адының консерваторияны тосқан қызы Алтай шунның сарынарын нағындайын толдырып сағызын 2004 жылда чүштасқа керген. Алтайларының көктиргілерінің позы ұстағы ойнапша базадла Брыня Сатин. Бастың Роман Фионов айғасча. Новая Азия посты уже болғандар 13 жылды. Олар тоже выступать болғандар. Күдіргенер постың фестиваль едеттерге шәрерия. Анда да ол бастан то, что ойнағы концерт болған, концертные программы. И голос кочевника долгын. Уже үшін фестиваль попыршы. Шоқтылы керек бұл концерттан Қонжақ Республиканың пазапысты чаячыларымыз тестегі андық фестиваліне азы бұстылар. Оларының қады дөк Хакас пазы Алтай сарынарын, Хакасынан пазы Алтай Республиканың саблық артизы Артур Марлыжоков тұлдырған. Пазы «Голос кочевника» фестивалінің төстеужілері ноябрь айды псер Тываның алаш өмізін, аның февраль айды Хун Хорты өмізін қағырлып алар бөгіндігілер. Аның прайзының қады көр чүткен гала концерт шыл пазы үлкінді болар.